Көрінбейтін адам не өлі, не жат саналады. Сондықтан жағдайыңыз қандай болса да көрініп қойыңыз, тығылмаңыз, қашпаңыз, сізге көмектеседі. Алысты жақындататын ат, жақынды алыстататын жат, жайды білмеген жақыннан, жайды білмеген жат артық. Жатқа мініңді айтпа, жаманға сырыңды айтпа. Ағайын туған кімде жоқ, сыйласпаса одан жат жуық. Қазақта жақыныңнан жат жақсы деген сөз бар. Кейде осы сөздің расында да жаны бар-ау деп қаласың. Жақыныңа қанша жерден жақсы боламын десең де жақпайсың, қадіріңді білмейді. Ал жатқа титімдей ғана жақсылық қылсаң, олар сені ешқашанда ұмытпайды. Көргенде иіліп сәлемін беріп, сыйлап құрметтеп жатады, қадіріңді біледі. Сондықтан жақыныңнан гөрі жатпен араласып, жақыныңмен алыстан сыйласқаның дұрыс. Жақыннан жаман жат жоқ, жақсының жаттығы жоқ. Сырласуға дос жақсы, сыйласуға жат жақсы. Өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ. Өмір қартайса да көңіл қартаймайды. Өткен өмір, өшкен көмір. Уақытыңның босқа өткені, өміріңнің бос кеткені. Өмір деген адам баласының туған күнінен бастап осы күнге дейінгі жүрген жолы. Өмір былайша алып қарағанда төрт-ақ әріптен тұратын сөз. Алайда осынау сөзге қаншама ұғым сыйып жатыр десеңізші, оның әрбір мезеті сынақтан тұрады. Қиындық пен қуаныш кезектесіп жетіп отырады. Bir ағамыз өмір сырын білгізбейтін тентек ат секілді, қай жағынан келіп тебетінін білмей де қаласың деген екен. Иә, шынында да солай. Басқаша алып қарағанда өмір шеті де, шегі де көрінбейтін үлкен өзен тәрізді. Ал біз сол өзенде ақырын жүзген қайықпыз. Олай болса, өмір адамға бір-ақ рет беріледі. Осы қамшының сабындай қысқа ғана өмірде бір-бірімізбен тек сыйласып өткенге не жетсін. Боямасыз өмірде таза аппақ жан бар ма? Дақ түсірер көңілге жаман адам бар хақта. Ақ қарадан тұратын өмір шіркін жалған ба? Алла берген мінезі қолданыста өзгерген. Қырсық адам әрісі шиеленіскен жіппен тең, мейірім шуақ шашатын әр адамның көңілі таңда атқан күнмен тең. Ойлап тұрсаң бауырым, бұл өмірде көргенің жақсылығың таспен тең, жамандығың таумен тең. Адамдарды жақсы көріп, ал дүниені пайдалану керек. Әлем сол үшін тығырықта. Біз керісінше дүниені жақсы көріп, адамдарды пайдаланудамыз. Жалғыздық бізді көпшілікке тәуелсіз етеді. Сәйкесінше адам бөтеннің пікіріне деген тәуелділіктен құтылып, өз ойын қорыта алады. Қазіргі заман адамдары қандай? Біреулер бар, бетіңе күле қарап, жаулықты білдірмей жасайтын. Біреулер бар, достың кейпіне еніп, іші бауырыңа кіріп, сырың мен қырыңды біліп, өзіңе қарсы қару ететін. Біреулер бар, жаныңнан шықпай, ас түстіңе түсіп, ту сыртыңнан пышақ ұратын. Біреулер бар, сенімен іштей бәсекелесіп, сенің жеткен жетістігіңе жете алмай, іші күйіп, қызғанып тұрса да, шын қуанған кейіп танытып, өтірік күлетін. Біреулер бар, қажетсіз уақытта қасыңнан табылып, сен көмегіне мұқтаж болған кезде зым-зия жоқ боп кететін. Біреулер бар, сәл сүрініп, не басыңа әлде қандай іс түсе қалса, табалап шыға келетін. Біреулер бар, сенің кемшілігіңді теріп, тырнағыңның астынан кір іздеп, ғайбаттайтын. Заманына қарай адамы. Қандай қиындыққа тап болсаңыз да, оған күліп қараңыз. Себебі проблеманы жаратқан да,
оны шешуші де Алла тағала. Алла тағалаға сенім артыңыз да қайғы мұң тұңғиығына батудан аулақ болыңыз. Адамзат қазір екіге бөлініп алған сияқты. Біреулері тек дүние қуып жүр, ал біреулері тек ақыретті қуып жүр. Ал кейбір адамдар екеуінде қатар ұстап жүрміз дейді. Бірақ бұл екіжүзділік. Мен дүниені көрсем, ақыретті ұмытып кетемін. Ақыретті ұмытпайын десем, дүниені сүйіп кетемін. Бұл өмірде өтірік жоқ, бәрі шындық. Бұл өмірде тек ақиқат пен жалғандық бар. Теріс шындық зиянды, оң шындықтан зиян жоқ. Шын мәнінде адамға тек ақиқат қана пайда әкеледі, ал жалғандық алдайды. Талабы таудай болғанмен, ағаның сәні інімен, бірлігі болсын туыстың, ұйыған майдай күбіден. Денсаулық ұлы жеңіс, қанағат ұлы байлық, сенім ең жақсы туыс. Кей адам бүгін тату, ертең қату, тілеуі, туыстығы бәрі сату. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Андысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы, жігіттің бағы қайтады, ағайын жұртын алдаса. Ағайының бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң асырай алмайды. Адам өз сенімінің құлы, ендеше ең жақсысына сенейік. Сын ауыр болса, кемшіліктен арыласың. Сын әділ болса, ауруыңнан жазыласың. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Қарағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.